Жиелеп алған деміңде, жол соқты жансың тегінде. Жөніңді айтшы жарқыным, торғайдан келем дедің бе? Торғай десе, елеңдеп тұрар еңбек қор, адал жүректің тоқтағанына, ағайын бауырларының қимай қоштасқанына 40 күн. Баяхметов Қойшан, 1951 жылы, 5 тамызда Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарсу ауылында дүниеге келген. 1958 жылы Қаратөбек орта мектебінің табалдырығын аттады. 1968 жылы мектепті аяқтап, совет әскерінің қатарына қабылданып, 3 жыл отан алдындағы борышын адал өтеді. Одан соң 1972 жылы Қостанай ауыл шаруашылық техникумына оқуға түсіп, 1975 жылы техникумды тәмамдап, веттехник мамандығын игеріп шықты. Албарбөгет кеңшарына келіп, жұмысқа орналасты. Осы мамандығы бойынша Албарбөгет, Тентексай, Тоқанай бөлімшелерінде 1975 жылдан 1998 жылға дейін еңбек етті. 1998 жылы кеңшар жабылып, жұмыстан босатылды. Осы жұмыс атқарған уақытында кеңшардан мақтау қағазы мен заттай сыйлықпен марапатталды. 1999 жылы жұмыс болмауына байланысты Қостанай облысындағы Ветинг ауылына көшіп барды. Онда әртүрлі жұмыстар атқарды. 2014 жылы кезекті еңбек демалысына шықты. Жұбайы Ботагөз екеуі 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірді. Күйеу баласы Серік, келіндері Алмагүл, Ләззат, жиені Дана, немерелері Жәмила, Айша, Сүлейман. Ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырып, қызығын көрді. 2022 жылы 72 жасына қараған шағында сырқаттанып, дүниеден озды. Иманыңыз жолдас болсын, жаныңыз жәннатта болсын.